Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Мақтаарал мектеп-гимназиясының математика және робототехника пәнінің мұғалімі Айтөреев Қайсар Бақытұлы. Мен сіздерді бүгін Қазақстан Республикасында өтілетін робототехника бағытындағы чемпионат пен сайыстармен таныстыратын боламын. Солардың ішінде ең негізгі және ең ауқымды күрделі түрде өтілетін бұл Роболенд халықаралық робототехника бағдарламалау мен инновациялық технологиялар фестивалі. Бұл чемпионатқа тіркелу үшін robolend.kz сайтына кіреміз. Бұл сайтта тіркелу командасын басу барысында алдарыңыздағыдай бейне пайда болады. Мұқият барлығын оқып шығып, дәл осы іс-әрекеттерді рет-ретімен орындау керек. Яғни бірнеше қосымшалар беріледі. Сол қосымшаларды robolend.kz, gmail.com поштасына жіберіп отыруларыңыз қажет. Өкінішке орай, карантинге байланысты Roboland 27-28 наурыз күндері аралығында өтілу керек еді, бірақ келесі өтілетін күні белгісіз. Алдағы уақытта сайтқа қарап отырсақ болады. Өкінішке орай, Түркістан облысында Robolendтің іріктеу кезеңі өтпейді. Сондықтан біз ақтық сайысқа өту үшін кәсіби іріктеу кезеңінен өтуіміз керек. Кәсіби іріктеу кезеңі бұл жалпы Robolendте іріктеу кезеңдерін өткізе алмайтын облыстар, қалалар немесе робототехника мектептері, робопарктер сол сияқты ұйымдарға арналған. Немесе шетелден келетін командаларға деп айтсақ та болады. Енді кәсіби іріктеу кезеңін міндетті түрде 7-ші қосымшаны сайттан жүктеп алсаңыздар болады. Немесе мен сілтеме арқылы жүктеп алдым. Қарап көрсеңіздер болады, қалай толтыру керек екенін. Мінекей. Бұл кез келген қосымшаны сіздер 3 тілде ала аласыздар сайттан: орыс, қазақ және ағылшын тілдерінде. Толтырылуы мектеп, мектептің адресі, жетекші, мектептің жетістіктері, робототехника бағытындағы жетістіктеріңіз және қай сайыс түріне қатысатындарыңыз, қатысатын оқушылардың жас ерекшелігі қандай және қанша командадан тіркейсіздер. Бұның барлығын міндетті түрде мектеп директорының қолымен мектеп печатын қою арқылы қанша парақ болса да барлығын сканерден өткізіп robolend.kz gmail.com поштасына жібере отырасыздар. Егер сіздер кәсіби кезеңнен өтсеңіздер, онда сіздерге кәсіби кезеңнен өту құжаты келеді. Ол мына көріністегідей болады. Мен бастапқыда 9 команданы жібердім. Соның 5-еуін кәсіби кезеңнен өткізе алдым. Кәсіби кезеңнен өткізгеннен кейін міндетті түрде сіздер берілген бір уақытқа дейін ақтық сайысқа жолдама алдыңыз. Ақтық сайысқа міндетті түрде сіз 8-2 қосымшаны толтырып жіберіп отыруыңыз керек. 8-2 қосымша бұл әрбір командаға жеке-жеке толтырылады. Менің жаңағы кәсіби кезеңнен өткен 5 командама 5 8-2 қосымшаны толтырдым. Бұл жерде де сіздің қай сайыстан қатысатынын және команданың аты, мектептің адресі, жетекшінің аты жөні толық, иіні, туылған күні барлығын толтырамыз. Дәл осы құжатты да мектеп директорының печати, қолы және жетекшінің қолын қою арқылы қанша парақ болса да барлығын қайтадан сканерден өткізіп robolend.kz, gmail.com поштасына жібересіздер. Егер сіздер ақтық сайыстан өтсеңіздер, сіздерге ақтық сайыстан өту құжаты келеді. Сол құжат келгеннен кейін міндетті түрде сіздер ақтық жарыстарға қатысуды растауларыңыз керек. Ол үшін сіздерге 8-6 қосымшаны толтырып жібересіздер. 8-6 қосымшада әрбір командаға жеке-жеке толтырылады. Мен сіздерге қазір ақтық сайыстан өткен туралы мәліметті көрсетейін құжатта. Мінекей.
әр командаға жеке-жеке осылай құжат келеді. Менің кәсіби кезеңнен өткен 5 командамның 4-еуі ақтық кезеңге өтті. Енді менің оқушыларым қандай сайыстарға дайындалып жатыр? Біз әзірге бірнеше сайыстың ішінен тек 4-еуін ғана таңдап алдық. Соның ішінде робот құрастыру 6 мен 8 жас аралығындағы оқушыларға арналған. Бұл сайыс түрі 3 турдан өтіледі. Бірінші турда оқушыларға сурет беріледі, фото, сол фотоға қарап оқушылар роботты құрастыру керек. Екінші турда берілген бір әрекетке байланысты роботқа олар программа құрастыру керек. Lego VD 2 бағдарламасында. Және үшінші тур демонстрация, яғни жиналған робот, құрастырылған роботпен оның программасын біріктіріп, демонстрация көрсету керек. Ең жоғарғы ұпай жинаған команда жеңіске жетеді. Екінші сайыстың бұл түрі басқарылатын лабиринт. Яғни бұл жерде де міндетті түрде конструкторға шектеу қойылған. Lego VD 2 немесе Robocom конструкторы арқылы сіздер осы сайыстарға қатыса аласыздар. Lego VD 2-ден автономды дайын робот жасап алып баруымыз керек. Және мына суреттегі берілгендей лабириинттен роботты оқушылар басқарып өткізу керек. Бұл сайыс түрі 2 турдан тұрады. Бірінші турда робот ешқандай кедергісіз лабиринтті жүріп өтеді белгілі бір уақыт ішінде. Ал екінші турда осы лабириинттің кез келген бір жеріне таяқшалар бекітіледі. Роботқа берілетін тапсырма сол бағытын өзгертпей, робот таяқшаларды старттан финишке жеткізу керек. Және ең жылдам келген робот осы сайыстың жеңімпазы болып саналады. Және келесі үшінші сайысымыздың түрі бұл Гранд Сумо. Барлығымызға таныс деп ойлаймын. Өлшемі, ұзындығы, биіктігі, ені барлығы 40 см-ден аспауы керек, салмағы 3 кг-ға дейін. Яғни 1,5 метр берілген шеңбердің ішінде робот қарсыласын итеріп шығаруы керек. Робогеометрия. Бұл сайысымыз аты айтып тұрғандай, робот геометриялық фигураларды автономды түрде сызу керек. Бұл сайыс 2 турдан тұрады. Бірінші турда оқушыларға берілетін тапсырма 6 см болатын, радиусы 6 см болатын шеңбер сызу, немесе бүйір қабырғалары 5 см, табаны 6 см болатын тең бүйірлі үшбұрыш салу, немесе әр қабырғасы 15-ке тең болатын тең қабырғалы үшбұрыш салу, сол сияқты тапсырмалар беріледі. Және оның орындауға 15 минут уақыт беріледі. Екінші турда оқушыларға берілетін тапсырма бұл сайыста биіктігі 50 см болатын бір сөз беріледі. Мысалға, кит. Сол сөзді робот берілген уақытта жазып шығуы керек. Яғни 2 турдан ең жоғарғы ұпайлар жинаған команда жеңіске жетеді. Келесі сайыстардың бірі Алматы қаласында өтілетін Алматы Техкап 2020 сайысы. Бұл сайыс 25-26 сәуір күні Алматы қаласында өтілу керек, карантинге байланысты. Бұл сайыста тоқтатылып тұр. Алматы Техкап .kz сайты арқылы көре аласыздар, осы сайт туралы мәлімет ала аласыздар. Алматы Техкап сайыстарында бірнеше түрлері бар. Соның ішінде вейк жарыстары, адам тәрізді жүретін роботтардың жарыстары, мини сумо, өлшемі 10-ға 10 болатын, нью сумо, өлшемі 15-те 15 болатын, және вро, яғни әлемдік түрде өтілетін олимпиадаға дайындық ретінде іріктеу кезеңі деп айтсақ та болады Қазақстанда. Осы сайыстарға қатыссаңыздар болады, барлығы сайтта мәліметтер бар керек. Большое путешествие санаты 2-ке бөлінеді, кіші және үлкен топқа. Бұл жерде автономды роботқа берілетін тапсырма старттан қара сызықтың бойымен кедергіні айналып жүріп өтіп, тоқтамсыз екінші кезеңдегі лабиринттен айналып шығып, үшінші кезеңдегі қара сызықтың бойымен горкадан
құламай өтіп, төртінші кезеңдегі кегілдердің барлығын шеңберден шығарып тастауы керек. Ал үлкен топқа берілетін тапсырма мұнда бізде жылжып тұратын роботтар болады. Яғни А пунктінен қара сызықтың бойымен жүріп өтіп, жүріп тұратын роботтардан айналып өтуі керек. Қайтадан тоқтамсыз екінші кезеңдегі лабириттен айнымай шығып, үшінші кезеңдегі инверсия қара ақ сызық бойымен қателеспей айналып шығып өтіп, төртінші кезеңдегі кегел рингтің шеңбердің бойындағы кегілдерді шығарып, ортадағы тұрған қызыл кегілді қайтадан Д нүктесінен А нүктесіне дейін алып келуі керек. Казроботикс. Бұл облыстық және республикалық түрде өтілетін Раболентен кейінгі үлкен чемпионаттың бірі. Бұл жерде Казроботикс.org сайтына кіріп қарасаңыздар болады. Казроботикс бұл бізде Түркістан облысында 29 сәуір күні өтілу керек болды. Өкінішке орай бұл да шеттетілді әзірге күз айына. Дәл осы суретті басу арқылы сіздер өзіміздің Түркістан облысына тіркелетін сілтемеге өтсеңіздер болады. Яғни тіркелу барысында сіздер барлық мәлімет толтырып өтесіздер. Электронды почтаны, елді мекен атауын, команданың атауын және сіз сол командамен қай сайыс түріне және қандай робот арқылы қатысатын барлығын, міндетті түрде оқушылардың иінін, туу туралы куәлігін немесе жеке куәлігін толтыруыңыз керек. Жалпы Казроботикс екіге бөлінеді. Казробопроект және Казробоспорт. Казробопроектте тек қана проект жұмыстар бойынша сайыстар өткізіледі. Ал Казробоспортта осы жылы бізде 4 түрлі санат бар. Соның бірі мини-сумо 10-ға 10, өлшемі 10-да 10, берілген шеңбердің өлшемі 0,77 метр, диаметрі. Яғни екі робот бір-бірін итеріп осы шеңберден шығару керек. Биатлон сайысы. Биатлон сайысында міндетті түрде автономды робот болу керек. Старттан басталып, 8-ші банкілерді робот айналып өтіп, бірінші контрольная зонада мына берілген 4 өлшемнің бірінде А4 қағаздан жасалған кедергі тұрады. Сол кедергіні канцелярская резинамен атып құлату керек. Және штрих қара сызығынан өтіп, қара сызықтың бойымен айнымай, инверсия сызығынан да өтіп, келесі екінші контрольная зонаға келгенде, мына берілген B1-ден B7-ге дейінгі аралықта А4 қағазынан тағы бір кедергі тұрады. Сол кедергіні атып құлату керек. Дәл солай жалғастырып, үшінші контрольная зонада С1-ден С3-ге дейінгі аралықта берілген қойылған кедергіні атып құлатып, берілген үзік сызықтардың бойымен өтіп, туннельден өтіп, қайтадан финишке келуі керек. Екінші бір бейнесі бар, қарап көрсеңіздер болады. Макетінің көрінісі. Ал егер сіз биатлон сөзіне басатын болсаңыз, биатлон санатының ережесімен танысатын боласыз. Яғни, еске салып өтейін, кейбір слайдтарда суретте немесе текстте сілтемелер берілген, сол сілтемелерді басу арқылы сіздер берілген сайыстардың ережелерімен танысатын боласыздар. Келесі сайыстарымыздың бірі бұл су роботтарының лабиринті, яғни аквариум тәрізді ыдыс беріледі. Сол ыдыста робот старттан лабиринт арқылы финишке жетуі керек. Келесі сайысымыз 4-ші, бұл эстафета. Яғни, мына екі қара сызықтың арасында екі робот бір-біріне таяқшаны беріп отыру керек. 5 минут уақыт беріледі. 5 минут уақыт ішінде бірінші робот жүріп айналып келіп
таяқшаны екіншісіне береді, екіншісі дәл солай жүріп өтіп біріншісіне береді. Яғни 5 минут ішінде қанша көп жол жүрілген роботтар жеңіске жететін болады. Және бізде Arduino платформасындағы роботтарға арналған сайыс бар. nomadrobot.kz. Бұл жерде де тіркелу үшін регистрация, яғни тіркелу батырмасын бассаңыздар, яғни nomadrobot.kz сайтындағы тіркелудің барлық бөліктерін толтырсаңыз, сіз тіркеуден өтесіз және қабылданасыз. Бұл сайыстар бізде Алматы қаласында 1-2 мамыр күні өтілу керек еді. Өкінішке орай, бұл да карантинге байланысты тоқтатылып тұр. Бұл жерде бізде 4 сайыс түрі бар. 5 табан немесе асық ату деп айтсақ та болады. Екінші аударыспақ, көкпар және теңге ілу. 5 табан асық ату дегеніміз бұл сайыста берілген шеңберден роботтар асықтарды атып шығару керек. Аударыспақ бұл біздің қарапайым біліп жүрген сумо сайыс сияқты, бір-бірін жаңағы шеңбердің ішінен итеріп шығару керек. Теңге ілу бұл жерде берілетін тапсырма, яғни робот берілген жолмен айнымай жүріп өту керек және жол соңында берілетін теңгелерді алып кедергінің үстіне қойып кету керек. Теңге ілу бұл сайысқа берілетін тапсырма, робот берілген жолмен жүру барысында жолдан теңгені алып, сол жол соңындағы берілген кедергінің үстіне теңгелерді қойып кетуі керек. Әзірге осы сайыстар, мына сайыстардың үстіндегі сілтемені басу арқылы осы сайыстың әрқайсының ережесімен таныса аласыздар. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.